білесіздер ма? Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп лицей интернатта химия пәні мұғалімі Файзуллина Іңкәр Қандырбаевна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қышқылдар және олардың қасиеттері. Сабағымыздың мақсаты, сабақта біз нені білуіміз керек? Қышқылдардың жіктелуін, қасиеттерін білу, және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құру. Қышқылдар дегеніміз сутек атомы және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттарды айтамыз. Қышқылдар иондарға ыдырағанда сутек катионын бөлетін қосылыстар. Яғни қышқылдар сутек атомынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар. Қышқылдарды біз жіктейміз. Оттекті, оттексіз қышқылдар деп. Құрамында оттегі бар қышқылдар фосфор қышқылы, күкірт қышқылы, азот қышқылы. Бұлар құрамында оттегі болса, яғни оттекті қышқылдар дейміз. Оттексіз қышқылдар дегеніміз құрамында сутек және қышқыл қалдықтары, яғни құрамында оттегі жоқ. Бұларды біз оттексіз қышқылдар деп атаймыз. Осылардың сутек атомына қарай екіге бөлеміз. Бір негізді және көп негізді. Құрамында сутек бір атомды болса, бір негізді, екі атом болса, екі негізді, үш атом болса, үш негізді деп осылай бөлеміз. Немесе екі, үш сутек болса, оларды көп негізді қышқылдар дейміз. Енді суда ерігіштігіне қарай суда еритін қышқылдар және суда ерімейтін қышқылдар. Бізде суда еритін қышқылдар азот қышқылы, тұз қышқылы, суда ерімейтін қышқыл, кремний қышқылы. Үшқыш қосылыстар күкірт сутек қышқылы, азот қышқылы, үшқыш емес қышқылдар күкірт қышқылы, фосфор қышқылы. Енді осы қышқылдардың біз валенттіліктеріне қарай құрылымдық формулаларын жаза аламыз. Мысалы үшін біз көмір қышқылы H2SO3, фосфор қышқылы, орта фосфор қышқылы, осылардың құрылымдық формуласын жазамыз. Оттегі 2, сутегі плюс 3-ті 2-ге өтем 6, 1-ті 2-ге өтем 2, 6-дан 2-ні алам 4. 2 плюс 4-ті 2-ге өтем 8, 1-ті 3-ге өтем 3, 8-ден 3-ті алам 5. Осыған қарай, валенттіліктеріне қарай, яғни құрылымдық формуласын жазамыз. Мысалы үшін фосфорды жазатын болсақ, бізде бұл жерде фосфор 5 валент болып тұр. 1, 2, 3. Яғни сызықша арқылы валенттіліктерін шығарып аламыз. Оттегіміз 4, 1, 2, 3, 4. Оттек 2 валентті. Мына оттегіміз 2 валенттілік шығып тұр. Енді бұл жақтан 2 валенттілік болу үшін сутек атомдарын қоямыз. Яғни сутек бізде 1 валентті, бірі шығып тұр. Яғни осылай біз құрылымдық қышқылдан құрылымдық формуласын валенттіліктеріне қарай жазып аламыз. Қышқылдардың жіктелуі. Келесі бізде қышқылдар және қышқыл қалдығы. Хлор, перихлорат, күкірт, сульфат, азот қышқыл қалдығы нитрат деп оқылады. Күкіртті қышқыл қалдығы сульфид, орта фосфор қышқылының қышқыл қалдығы орта фосфат, азотты қышқылдың қышқыл қалдығы нитрат, көмір қышқылының қышқыл қалдығы карбонат, кремний қышқылының қышқыл қалдығы силикат деп оқылады. Енді біз осы қышқылдардың физикалық қасиетін келетін болсақ, бізде әртүрлі қышқылдар бар. Яғни тұрмыста қолданатын, өнеркәсіпте қолданатын және лабораторияда қолданатын қышқылдар бар. Күнделікті біз өзіміз үйде сүт, лимон, апельсин, алма, аскорбиновый кислота, уксусная сірке қышқылы бар, яғни сірке қышқылыны біздер қыз балалар көбінесе біледі.
пирог жасағанда содаға қосып көпіртіп алады, немесе соленье жасаған кезде осы сүтке қышқылын пайдаланады. Алма қышқылын жесек, бізде бір қышқыл дәм пайда болады. Лимон қышқылы және осы апельсин қышқылы. Мысалы үшін біз сүт қышқылын алатын болсақ, сүт қышқылы бізге қимыл қозғалыс кезінде бұлшық еттерде пайда болады. Яғни қимыл қозғалыс кезінде. Олардың индикаторлары, сонымен қатар олардың дәмі қышқыл индикатордың түсін өзгертеді және тірі жасушаларды жояды. Оның кейбірі күйдіргіш болады. Қышқылдармен жұмыс жасағанда міндетті түрде бізде қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Қышқылға су қосуға болмайды. Суға қышқылды араластырып құю керек, себебі қышқылдар күйдіргіш болып келеді. Қышқылдармен жұмыс жасағанда міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Енді осы қышқылдарды біз анықтау үшін жалпы индикаторлар бар. Яғни индикатордың 3 түрі бар. Лакмус, метилоранж, фенолфталин және әмбебап. Енді мысалы үшін мен тұрмыстық жағдайда күнделікті шайымыз бізде индикатор деп алсақ, қоңыр қою түсті шайға лимон бізде қышқыл, балалар, қышқыл. Осы лимонды жесек, таңдаймыз, қышқыл дәмін бәрін сеземіз. Осыған лимон салатын болсақ, шайдың түсі бірден өзгеріп шығады. Яғни қоңыр түсіміз не істейді? Сарғаяды, ақшылдайды. Яғни осыдан көруге болады. Индикатор лимон бізде қышқыл. Шайдың түсі бірден міне қарасақ өзгерді. Енді осыны ортаға қарайтын болсақ, мысалы үшін біз тұз қышқылына лакмус қоссақ, онда түсі қызылға өзгереді. Фенолфталин қоссақ, түссізге өзгереді. Метилоранж қоссақ, сарыға өзгереді. Енді лакмусты қостық, енді фенолфталинді қоссақ, онда қышқылдық орта түссіз болып кетеді. Осы индикаторлардың көмегімен осы қышқыл негіздік бейтарап орталарды анықтай аламыз. Енді қышқылдардың пайдасы бізде күкірт қышқылы өнеркәсіптің наны дейміз. Яғни бұл күкірт қышқылы қаншама өнеркәсіпте, қаншама лабораторияларда осы күкірт қышқылының көмегімен қаншама заттар іске асырылып отыр. Енді жеміс жидектер, бұл біз организмге қажетті витаминдерді аламыз. Келесі уксус сірке қышқылы, онымен де біз қаншама заттармен жұмыс жасаймыз. Пайдасы. Енді қышқылдардың зиянында бар, пайдасы бар. Бізде жалпы қышқылдар екіге бөлінеді. Тұрмыста биорганикалық және органикалық қышқылдар деп. Енді осы қышқылдардың зиянын айтатын болса, қышқылдық жаңбыр. Бізде қышқылдық жаңбыр қайдан пайда болады? Яғни машиналар жүрген кезде, немесе заводтардан, лабораториялардан бізде газдар бөлінсе, енді химиялық қасиетіне келетін болсақ, химиялық қасиеті бірінші бізде металдар қышқылдармен әрекеттеседі. Белсенді металдар натрий тұз қышқылын қосатын болса, натрий хлориді тұз шығады және сутек газын бөледі. Теңестіреміз 2. Келесі орташа белсенді металдармен әрекеттеседі. Мырыш қосам тұз қышқылы. Мырыш хлориді қосқан сутек газы. Енді оны тәжірибе жүзінде жасап көрсек, мырышқа тұз қышқылын қосатын болсақ, онда
бір түйіршігін саламыз. Реактор жүреді, сутек газ бөлінеді. Егер осыны жанып тұрған шырпыны апарған кезде пақ деген дауыс шығады. Яғни сутек газының бөлінгенін көреміз. Сонда қышқылдар белсенді металдар және орташа белсенді металдармен жақсы шабытты әрекеттеседі. Нәтижесінде тұз және сутек газ шығады. Келесі белсенділігі төмен купрум, сынап, алтын, күміс, бұмен, оттексіз қышқылдар әрекеттеспейді. Реакциямыз жүрмейді. Екінші, металл оксидтеріне, мысал үшін, магний оттегі. Оған күкірт қышқылын қоссақ, тұз және су шығады. Тұз су шығады металдармен, металл оксидтермен және негіздермен әрекеттеседі. Сонымен қатар тұздармен әрекеттеседі. Сонымен қатар кейбір қышқылдар бізде қыздырған кезде ыдырайды. Яғни кремний қышқылын температураға қатысында қыздырсақ, кремний оксиді және су бөлінеді. Енді осы қышқылдар жалпы химиялық қасиеттерімен таныстық, қолданылуы, қышқылдардың қолданылуы фармацевтикада, пластмасса өнеркәсібінде, металл өнеркәсібінде, былғары өнеркәсібінде, кондитер өнеркәсібінде, тоқыма өнеркәсібінде қолданылады. Енді сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгін сабағымыздың мақсатына жеттік. Қышқылдардың жүктелуін білеміз, қасиеттерін білдік, түсіндік, химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыруды білеміз. Жақсы назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.